Бәріңе сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Сіздермен бүгін мен Адиди достар. Бүгін менің каналымда өте қызықты бір видео челлендж шығайын деп тұр. Яғни мен сабақтан келдім. 24 сағат бір түсте атты видео. Бір түсте болғанда, мен қазір карандаштар затын аламын и содан өзімнің ойыммен құрастырған челлендждан ешкімнен қайталаған жоқпын. Қазақ ютуберлерінен ең бірінші болып мен түсіріп тұрған видео болайын деп тұр. Енді әр видеодан көрген сценарийларымды қосып түсірген видео болып тұр. Қазір давайте бірге көретін боламыз. Короче, достар, осы видеоны ауырмай сырғамай аяғына дейін бітіріп алуды Алла нәсіп етсін. Сіздер видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Бұл челлендж түсіру үшін маған осындай түрлі түсті карандаштар керек. Мен осындай түстер таңдап алдым. Қазір көрсетемін. Қоңыр, сары, көк, фиолетовый, розовый, жасыл екеу болып кетіпті, иә. Біреу темный, біреу ашық жасыл. Екеуіне алсамыз ба, либо біреуін алайық. Давайте темныйды алайық, ашықты қалдырсайық. И вот қызыл және ақ. Осы мыналар мен таңдап алған жоқпын, өзім менде бар бояу қалған осылар екен. Так, 5, мына жерде 8 түс бар. Міне көріп тұрған түстеріңіз. Қазір осылардың бәрі көріп тұрған сырттарын қара. Бұлай ұстаймын да, көзімді жұмып, міне көзім жұмып, біреуін таңдаймын. И потом мен қазір үйге киетін киімімді, мектептен келіп тұрмайын, сол киімді ауыстыратын киімімді, негізі үйге киетін киімімді мен өзім таңдап киіп алған болатынмын. Потом осы видеоны түсіру үшін қайтадан өзімнің осы киімді киіп, енді таңдап басқа киімге ауыстыратын боламын. Бұйыртса, давайте. Көріп тұрсыздар ғой көзімді. Бәрінің формасы бәрі бірдей болғандықтан мен аналарды ажырата алмаймын. Давайте 1, 2, 3. Көк! Давайте көк түсті. Ендеше мен үстіме көк түсті кофточка киетін боламын. Тут, еще оранжевый цвет бар екен менің пеналымда. Вот қызыл және оранжевый. Оранжевый алсақ, если тамақ керек болған кезде. Қазір мен үстіме көк түсті киімді көрсететін боламын, қайсысын киетінімді. Так. Достар, міне бұл менде осындай көк түсті кофточка, өте темный көк, бірақ вот маған өте қатты келмесе де келеді. Бұл бізде темный көк түс, абылай негізі көк түс, просто темный көк. Мен сендерге темный көк түс бар ма менде? Жоқ та, темный көк түс менде. Так, былай көрсетейінші, вот тут қайтып дәлелдеуге болады. Вот этот вот темный көк қой, вот екеуі бірдей. Көрдіңдер ма? Көрдіңдер, дәлелдеймін мен до конца. Қазір осыны үстімізге киіп алатынымыз. Переход. Вот, переход. Осындай переход шықты. Неғып түрін көрсете бересің, Адя? Киім көрсетейші деп өзіме ұрсып аламын. Осындай менің үстім көк түсті болды. Енді мен көк түсті араластырмай қалған түстермен шалбарымды таңдайтын боламын. Негізі енді осы жерде менде қара түсті, мен өзім киетін шалбарым қара түсті, бірақ мұнда қара түсті не болмай тұр, вариант болмай тұр. Сондықтан, еще менде мынандай түстерде шалбар жоқ. Разноцветный шалбар кімде бар мысалы? Менде жоқ. Сол себепті қара түсті өзімнің трикомды кие салсам ба деп тұрмын. Бірақ үсті енді однозначно көріп тұрсыңдар. Однозначно деген сөз қақта пайдаланады өзі. Білмейді, пайдалансайын. Көріп тұрсыңдар ғой. Үстіме көкті кидім. Арғадай қазір тамақ істейтін кезде таңдайтын боламыз. Тут көк. Карандаш бүгін 24 сағат қалтамда жүретін болды. Вот, тут мен триком кигенмін негізі. Так, енді мен қазір жейтін тамағыма, енді түскі ас ішпесем өлейін деп тұрмын, қарным жаман ашып тұр. Но, ішпей жүргелі болушы еді, просто білмеймін, жете алайын деп тұрмын. Бірдеңе пісіруге желание жоқ, но пісіру керек. Қазір есе түскен тамаққа қарсы. Давайте таңдаймыз. Көзім жұмып тұрмын, есе что. 1, 2, давайте. Бойына қараттыр, тағы біреу сөйлейді олғас хейтерлер. 1, 2, 3. Жасыл! Үйде огурцы да жоқ қой. Жасылға не жеймес жүрмін? Магазин бар көру керек болды. Жасылға не жеуге болады? Құр жасыл бір бәле жемейді шығар, мені қасына бір бәле көрейін енді. Өлем, мен қана жасыл құр өзім жейтін болдым. Давайте.
чипсы алдым делік мақұл жасылға. Ақ дедің. Аққа құрт аламын мен. Құрт аламын емес, үйде құрт бар бізде. Үшінші тамақты жейік, иә. Сары, жұмыртқа пісіреміз. Жоқ, картошка пісірем. Қазір көремін, картошка бар ма? Қазір барып холодильникті ақтарып, вот осы 3 түске тамақ көреміз. Жасыл, сары, ақ. Короче, вот достар. Бірінші менде асым әзіріне. Жаңа түскен вот тут ақ түс бар ғой міне. Екеуі бірдей аппақ құртым жейтін болған. Оң қолмен бисмиллах деп бастап жейміз. Бисмиллах. Ойбай. Күшті прям. Мен бұйырса темадан петричкам, потом асмр түсірем. Тадам, достар. Менде сары түске осындай картошка. Қазір осы 3 картопты ашып, турап, короче, өзім қуырып алатым. Вот әдемі саппада етеді. Вот үйдегілер өздері шайшып жатыр. Мен негізі солармен ішуім керек етін. Просто челлендж үшін мен қазір олар шайшып болғаннан бөлек өзіме пісіріп аламын. Және ал жасыл түске не істейсің, маған қызық болып тұр дейтін адамдарға осы картошканы халапеньомен жейтін боламын. Ащы жасыл күрішпен. Давайте бірге көріңіздер до конца. Та-дам, достар, вот тут жасыл халапеньо және сары менің картошка. Достар, вот, короче, мен шашымды осылай жинап алдым. Тут еще менде осылай құрт бар. Бәрі дайын тұр. Мен халапеньоның құрызында жей аламын, бірақ нан мен картошка это вообще супер кетеді. Сол себепті нан да бізде мындай сарғыш түске жатады ғой. Біз өте жесем бола ма? Болады, я, мен подписчиктер маған рұқсат береді. 188 подписчигім, ой, 189 подписчигім маған рұқсат береді. Короче, вот тут екеуінің түрі негізі біріне ұқсайды деп ойлаймын. Короче, тут халапеньо еще. Чуть-чуть кесеміз. О, ну кесіліп та. Вот тут осылай кесіп алыңыз. Контент планет тұрғыз. Үстіне тағы қошы. Еще мен картошканы тұзын қатты көп қол жергем. Яма. Мен жеге халапеньоны су төгіп қалып, суының өзі аша ема. Жеп жатқанымды дәлелдеу үшін тағы да видео қостым. Вот тут мен кішкентай халапеньоны 3-ке бөліп алдым. 3-ші бөлігі. И менде тут осындай ғана картоп қалды. Осымен араластырып жеп жатырмын енді. Достар, мен магазинге тұруға келдім. И мен қазір чупа-чупс хочу. И вот тут чупа-чупстың бізде осындай түрлері бар. Вот тут у нас көк, оранжевый, вот этот вот, жасыл, розовый и сары. Да? Нет. Но сары, розовый, жасыл, көк деген 4 түсті мына жақтан қазір істейтін боламыз. Розовый деген түс бар ма неменде? Бар екен. Қазір осы 4 түсті таңдайтын боламыз. Қалған қалтама салып қоямын. Тут, короче, мен қазір көзімді жұмайын. Көзім көрініп тұр ма? Мынандайын вот араластырып жатырмын. О, біреу жерге түсті, біреу екінші жерге лақтырдым. Мынау қолымда қалды. Бұл бізде розовый түс. Так, жинап алайын. Бай. Тут розовый түс. Онсыз да біреу қалыпты. Давайте маған бұйырып тұр деген сөз бұл.
Бұл бізге арбуз дәммен екен. Маған қатты арбуз дәммен ұнай бермейді негізі. Именно осы чупа-чупстың арбуз дәмі қатты ұнамайды. Вот, короче, тут розовые чупа-чупсы. И бізге қазір ғана осындай товарлар келді. Я сендермен бірге осыны шығаратын боламын. Либо ютубтан бір видео қосып қойып, өзім шығаратын боламын. Вот, мына жерді біз қазір жинаймыз. Тут сюда. Потом вот сюда открывать надо. Потом вот так вот надо. Короче, вот. Тут почему? Короче, наверное, қараңғы болып тұр. Вот вешалка ілдім. Достар, мына киімдерге мән бермеңдер. На месте бір ситуация тап болдым, короче. Соған бір жылап алдым даже. Оңбай құладым мен. Прям полды ше бетпен жауып ете қаласың ғой. Түсімді, потом енім, түсім екеуі бітіп отыр. Еніміз кеткен. Короче, құлаған кезде алған жерлердің барлығы быт шығып тұр. Аяғым жорылып, ісіп жатыр, әлісіп тұр, ауырып жатыр. Қолым былай қимылдатсам ауырады енді, бірақ шыдауға болады, бұрында да осылай ауыратын тұғын. Ойбай, құлаған сайын ауыратын тұғын, короче. Бір енімнің жатысының үсті, короче, вот этот вот, на енім, жауып тұрған енім полный іс кеткен. Полный мана істің бір жағы, кәдімгі кеткен. Прям жаман айта алмаймын мынау. А вот түсім, это вообще бөлек әңгіме. Менде ертең сабақ, 2 күн демалыс болса бір жөн екен. Ертең сабақ, мектепке бару керек. Мектептің алдына барып, маска алу керек явно. Сосын маска алып барып, көру керек сияқты осы сыныпқа. Не болмаса, басқа тағы бірнеше вариант бар, ол Қытайдан жағалынып, ертең таңертеңге дейін мына ерін түк болмағандай болып өзгерсе екен деп тілеу керек болды. Өзімнің еріме қайта келсе екен деп. Көргілеріңіз келе ма? Көрсеткім кеп тұрған жоқ. Прям жаман болып кеткен. Короче, бүйтіп жауып тастай саламын, ладно. Кема, айта алмаймын енді, қатты көрінеді бар ғой. Егім вообще. Достар, вот смотрите, мына лампаның көмегінсіз менің камерам осы. А вот с лампой осындай камерам, как вам? Мына менің ернім, короче, мына жағы ісіп кеткен. Ақыры көрсеттім, көрдіңіздер енді. Өкінішке орай осындай болыпты. Және түсімнің қызыл иегі де осындай қызарып, быт-шыт кетті енді. Енді көреміз, қалай не болатынын білмеймін. Құдайдан ернімнің түсімнің жазылуын сіздер тілеп қоюларыңызды сұраймын. Бүгінгі 24 сағат түрлі түсте видеосы және де менің кешкі влогым осымен аяқталды. Лайк, подписка, комментарий ұмытпаңыздар. Всем пока!